Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видео сіздер үшін өте керемет болмақ. Себебі бүгінгі видеода біз күншығыс ел туралы айтамыз, яғни Жапония. Ол ел өте кішкентай, бірақ соған қарамастан экономика, білім мен өнер жағынан алда. Видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал біз видеомызды бастайық. Жапония Шығыс Азия жағалауларына жақын маңдағы Тынық мұхит аралдарында орналасқан мемлекет. Ел 6852 аралдан тұрады. Жер аумағы 372.000 км шақырымды құрайды. Халық саны 126 миллион. Ұлттық мерекесі 23 желтоқсан, яғни император Акихитоның туған күні. Азия елдері ішінде орта ғасырдағы жойқын жорықтардан және одан кейінгі отаршылдық тәуелділіктен аман қалған жалғыз екі елдің бірі Жапония болады. 19 ғасырда Жапония өнеркәсібі қауырт өркендей бастайды. Қазіргі Жапония аумағында адамдар неолит дәуірінде қоныстана бастаған. Алғашқы тұрғындар Азия құрлығында топ-топ болып қоныс аударған деген болжамдар бар. Олар жер өңдеумен, мал шаруашылығымен айналысқан. Біздің заманымыздан бұрын 2 ғасырдан бастап тайпалар одағы қалыптасып, Ямато тайпалық одағы негізінде ежелгі Жапон мемлекеті пайда болды. Орталық мемлекеттік билік күшейіп, Ямато билеушілері Қытай императорына бірнеше елшілік аттандырады. Және осы кезден бастап ел ішінде Будда діні тарай бастайды. Ямато патшалары өздерін Тенна деп атады. Және бұл атау күні бүгінге дейін император деген ұғымды білдіреді. 645 жылы болған төңкерістен кейін тайка реформаларының нәтижесінде құл иелену жойылып, жалдамалы шаруалар мен ірі жер иелері пайда болды. 710 жылы алғашқы тұрақты астана Нара саналды. 784 жылы орталық Нагаоку, 794 жылы Хэйян қалаларына көшірілді. 11 ғасырда ірі әскери топтар арасында билік үшін күрес басталып, 1192 жылдан бастап үкімет билігі тек сөз жүзінде ғана сақталды. Шогундер елді әскербасыларының көмегімен басқарды. Устилардың төменгі бөлігі ұсақ жер иелерінен тұрып самурай деп аталды. Қытай мен Кореяны басып алған Шыңғыс хан империясы 1274 жылы, 1288 жылы екі рет Жапонияға сәтсіз жорық жасады. Елде 13 ғасырдан бастап сауда және қолөнер бірлестіктері көптеп құрыла бастады. Қалалардың саны өсті. 15-16 ғасырларда Қытай және Кореямен арадағы сауда дамыды. Кен орындары пайда болды. Жапония жеріне алғаш рет еуропалықтар 1542 жылы аяқ басты. Токугава елдің бірігуін аяқтап, 1603 жылы сюгун болып жарияланады. Токугава әулетінің билігі 1867 жылға дейін созылды. Аймақ билеушілері үлкен жасақ ұстады. Оларға самурайлар қызмет етіп, еңбектер үшін күріш түрінде жалақы алды. Даймерлердің үстінен қатаң бақылау орнатылды. Халық 4 әлеуметтік топқа бөлінді. Олар самурайлар, шаруалар, қолөнершілер, саудагерлер болды. Үкімет еуропалықтарға қарсы арнайы заңдар шығарып, олардың елге келуіне және христиан дінін насихаттауға тыйым салды. 1641 жылдан Қытай мен Голландия көпестері үшін Нагасаки порты ашылды. 18 ғасырдың аяқ кезінен бастап мануфактуралар пайда болып, нарықтық қатынастар дами бастады. 1850-60 жылдары Жапония ақш және Еуропа мемлекеттерінің қысымынан шетелдіктер үшін жаңа порттар ашуға мәжбүр болды. 1867-68 жылғы революциядан кейін сюгундердің билігі аяқталып, жоғарғы билік императордың қолына өтті. Басқару жүйесі еуропалық үлгіге көшіре бастады. Бірте-бірте Жапон билеушілері қорғаныстан сыртқы елдерге агрессиялық саясат жүргізуге көше бастады. 1876 жылы Корея мен екі арада тең емес Кайхвас келісімі жасалды. 1894-95 жылдары Жапон-Қытай соғысы болып, нәтижесінде Жапония алғашқы отары Тайвань мен Пенхулет аралдарын басып алды және Қытай мен Кореяға өз үстемділіктерін орнатты. 20 ғасырдың бас кезінде Манчжурия мен Корея үшін Ресеймен қарым-қатынас шиеленісіп, 1904-5 жылдары Жапон-орыс соғыстары болып өтті. ақш пен Ұлыбританияның қолдауына сүйенген Жапония жеңіске жетті. Ресей Кореядағы Жапон үстемділігін мойындады және қиыр шығыстағы Порт-Артур, Дальний порттарынан оңтүстік Сахалин аралдарынан бас тартуға мәжбүр болды. 1910 жылы Жапония Кореяны толық жаулап алды. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Еуропа мемлекеттердің өзара соғысып жатқанын пайдаланып, Германияның
Қытайдағы иеліктерін басып алды да Қытайға 21 талаптан тұратын декларация тапсырды. Қытай бұл талаптардың негізіне орындауға мәжбүр болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Жапония өзінің қиыр шығыстағы бәсекелестерін ығыстырды. 1914-19 жылдар өнеркәсіп өнімдері 65 миллиардқа дейін өсті. Ресейдегі азамат соғысын пайдаланып, 1918 жылы 5 сәуірде Владивостокты басып алып, қиыр шығыс пен Сібірге баса көктеп енді. Алайда 1922 жылы күзден жапон әскерлері кеңестік қиыр шығысты тастап қашуға мәжбүр болды. 1924-25 жылдар ақш және Ұлыбритания үкіметтерінен қайшылық күшейіп кетті де Жапония КСР-мен қарым-қатынас жасай бастады. 1929-30 жылдары елде экономикалық дағдарыс басталды. 3 миллионнан аса жұмыссыздар армиясы пайда болды. Шаруалар да күрт кедейленіп кетті. Жас офицерлер ұйымында пайда болды. Соған қарамастан, сыртқы және ішкі саясатта әскерилердің беделі өсті. Және 1933-36 жылдар Қытайға қарсы агрессияны күшейтті. 36 жылы Германиямен бейбіт келісімге тұрды. 1937 жылы шілдеде Қытайды толық жаулап алу үшін соғыс бастады. Бірақ та КСР әскерлерінен жеңіліп қалды. 1942 жылдың орта тұсына дейін Филиппинді, Таиландты, Үндіқытайды, Бирманы, Малайзия мен Индонезияны басып алды. 1945 жылы 6-9 тамыз күндері Америка әскери әуе күштері Жапонияның 2 қаласына Хиросима мен Нагасаки атом бомбаларын тастады. 1945 жылы 9 тамызда кеңес әскерлері шабуылға шығып, Солтүстік Корея мен Оңтүстік Сахалин және Курил аралдарын азат етті. 2 қыркүйек күні Жапония өзінің жеңілгендігі туралы актіге қол қойды. Елде одақтастар атынан ақш әскерилері басып кірді. Жапония барлық отарларынан айырылып, ел экономикасы аса қиын жағдайда қалды. 1947 жылы 3 мамырда жаңа конституция қабылданды. 1946-49 жылдары аграрлық реформа жүргізілді. Мемлекет ағарту саласын жүргізді. Жүргізілген реформалар елдің әрі қарай жедел дамуына мүмкіндік туғызды. Корея соғысына қажетті әскери тапсырыстардың күрт артуы өнеркәсіптің жедел дамуына алып келді. Сөйтіп 1950 жылдан бастап экономика тез арада көтеріліп, 60 жылдардың аяғына таман Жапония дамыған елдердің арасында ақштан кейінгі 2-ші орынға шықты. Жапония бір ұлтты мемлекет. Халқының 99,4% жапондар. Бұдан басқа қытайлар, корейлер, американдықтар тұрады. Ресми тілі жапон тілі. Негізгі діндері синтоизм мен және буддаизм. Жапония аралдарының жан-жағын тынық мұхит пен оған кіретін Жапон, Охот, шығысында Қытай теңіздері қоршаған. Жерінің көп бөлігі таулы, қыратты болып келеді. Неғұрлым ірі таулары Идика мен Китами. Бұл тауларда сөнбеген жанартаулар әлде көп. Ең белгілісі Хонсю аралындағы 3776 метр биіктікте орналасқан Фудзияма жанартауы. Елде жиі жер сілкіністер болады және мұхит жағалауларында цунами болып тұрады. Жазық жерлер аз. Ірі жазықтары Канто немесе Токио жазығы. Енді Жапония туралы қызық мәліметтерді бір шолып шығайық. Жапония Шығыс Азиядағы Хоккайдо, Хансю, Синоку және Кюсю секілді шағын ғана аралдарда орналасқан жоғары дамыған мемлекет. Бүгінгі таңда өзінің экономикалық мүмкіндігі жағынан әлемдегі алдыңғы қатарлы мемлекеттер құрамында. Елдің жалпы өнімі шамамен 2,4 триллион долларды құрады. Әлемдік өнеркәсіп өндірісінің 12% Жапония үлесінде. Бұл мемлекет автокөлік, кеме, темір өндіру жабдықтарынан тұрмыстық электрондық техника, роботтар шығарудан әлем бойынша бірінші орында. Бұл мемлекетте адамдар 100 жылдан астам өмір сүреді және балалардың орнына үй жануарын асырап, жұмыс орнында ұйықтай береді. Жапондар өз ана тілінде бір-екі ауыз сөз айтылған адамды аса қатты құрметтейді. Өйткені олар бұл тілді үйрену еш мүмкін емес деп санайды. Жапон тіліндегі тілдейтін ең ауыр қарғыс сөз ақымақ және жар емес деген сөздер. Ал сол жапондар Қазақстанға келсе не болар екен? Жапондықтар үнемі тамақ туралы әңгіме айтқанды жөн көреді. Әсіресе тамақтануға отырған кезде өздерінің асты қалай ұнаған үнемі ортаға салады. Кешкі асты ішіп отырып, бірнеше рет өте дәмді деп айта береді. Осымен бүгінгі шығарылым мәресіне жетті. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл сіздер үшін оп-оңай іс, ал мен үшін үлкен еңбек.